саламатсыңдар ма балалар? Сендер асық ойынын білесіңдер ме? Ендеше мен сендерге асықпен ойналатын хан талапай ойынын көрсетейін. Бұл ойынға ептілік пен мергендікті қажет етеді. Ең бірінші сіздерге асықтың атауларын айтып өтейін. Егер асық былай түссе, бүк деп аталады. Былай түссе, шүк деп аталады. Былай түссе, тайке деп аталады. Былай түссе, алшы деп аталады. Енді мен сіздерге ойынның шартын айтып түсіндірейін. Мына дорбадағы асықтың ішінде бір ерекше асық болады. Ол хан атасы деп аталады. Біздер ойын ойнағанда асықтарды ортаға лақтырамыз. Егер осы хан атасы кімнің қолына бірінші түссе, сол адам ойынды бірінші бастайды. Ойнағанда асықтарды шертуіміз керек. Ойынның соңында кім көп асық алады, сол жеңімпаз атанады. Егер асық ойнағанда тегіз алмаған адам, онда мен қойған сұраққа жауап береді. Енді балалар ойынымызды бастаймыз. Талапай басталды ойын алақай деп мен қазір асықты лақтырамын. Сол кезде бәріміз асықты алатын боламыз. Бері қарай жақындаймыз. Талапай, басталды ойын алақай. Қан асығы кімнің қолында? Бүйтіп бәріміз көрсетеміз. Қан асығы бейбарыстың қолында екен. Ойынды бірінші бейбарыс бастайды. Олай болса асықтарды тігейік шығып. Милана, саған сұрақ қоямыз, сен асық тегіз алмадың. Тудың түсі қандай? Сенде неше асық? 13 асық. Ануар, сенде қанша асық бар? 3 асық бар екен, Ануар. Шағала, сенде қанша асық екен? Шағалада 3 асық екен. Мансұр, сенде қанша асық? 4 асық екен. Расул, сенде қанша асық? Қанша асық? 14 асық екен Расулда. Милана, сенде қанша асық? 5 асық екен. Бүгінгі хан талапай ойында жеңіске жеткен Расул екен. Көп рахмет, баршаңызға жеңіске жеттіңіздер.